Егер сіз жұмыс бабымен үнемі сырттан тамақтанатын болсаңыз, видеоны соңына дейін көріңіз. Статистика бойынша әлем халқының 80% асқазан ішек жолдары ауруларына шағымданады. Дәрігерлер оның себебін адамдардың дұрыс тамақтанбауымен түсіндіреді және асқазанға зиянды деген тағамдар топтамасын атап көрсетті. Сонымен асқазанға өте зиянды және асқазанды құртатын тағамдар. Бірінші орында Кока-кола, тәтті газдалған сусындар. Екінші фастфуд өнімдері, лаваш, шаурма, фрир, бургерлер. Үшінші шала дайындалған ет өнімдері, шұжық, сосискалар, консервілер. Төртінші жылдам дайындалатын сорпа, кеспе, доширак, роллтон тағы басқа. Бесінші дайын соустар, майонездер, дәмдеуіштер. Бұлардың барлығының да құрамында зиянды майлар, қоспалар, химикаттар, тұз, қант, консерванттар мөлшері өте көп. Сондай-ақ бұл тізімді маргарин, ұзақ уақыт сақталатын балмұздақ, шоколадты батондар, жұмсақ шайнауға арналған кәмпиттер толықтырады. Сондай-ақ ысталған және қуырылған тағамдар жағымды болғанмен, оларды жиі пайдалансаңыз, барлығы асқазанның қабынуына әкеледі. Сондықтан ысталған және қуырылған тағамдар зиянды. Әрине асқазан алған зақым дәрежесі жеуге болатын мөлшерге байланысты. Асқазанның жұмысы үшін су өте қажет. Сусыз ас қорыту шырыны болмайды. Тамақтанудан жарты сағат бұрын 1 стакан суды ішуге болады. Судың орнына шай немесе табиғи шырынды қолдансаңыз болады. Асқазанның үлкен жауы бұл көп тамақтану және тез тамақтану. Зерттеулер көрсеткендей, тамақтану кезінде тамақтану туралы ойласаңыз, ас қорыту жақсы жұмыс істейді. Сіз дәмді толығымен сезінесіз, ал асқазан азық-түлікті ризашылықпен қабылдайды. Бірақ асығыс жеп, теледидар көріп, журналды оқып, телефон шұқылап отырып тамақты жеген болсаңыз, тамақтың дәмі жоғалады және ас қорыту жүйесі бұзылады. Асқазанға зиянды тағамдар тізімін кофе, энергетикалық сусындар, йогурт толықтырады. Егер сіз асқазаныңызды қорғаймын десеңіз, оның жұмысын жеңілдету керек. Ол үшін асқазан жұмысын жеңілдететін тағамдарды пайдаланыңыз. Асқазанға пайдалы балықтар, сүт өнімдері, майсыз қайнатпа сорпа, дәнді және макарон өнімдері және көкөністер мен жемістер. Есіңізде болсын, күнделікті қатаң режим асқазан үшін пайдалы. Егер сіз күн сайын бір мезгілде тамақтанатын болсаңыз, бұл органға белгілі бір уақытта асқазан шырынын дұрыс мөлшерде өндіруге үйренуге көмектеседі. Сондықтан күнделікті бір уақытта тамақтанғаныңыз дұрыс. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.